И бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Я достар, бүгін біз мінекей видео тақырыбынан көріп тұрғандарыңызда екі ең жақын досымды тексеретін боламыз. Алғашқы махаббат. Неше елде болды? Көрейік, екеуінен кім жақсы мені таниды екен. Алай болса, экранға жақша жайғасаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Алда болса, құрметті көрермендер, таныс болыңыздар, сіздермен бірге Шина және де Қайыржан. Екі айналдырған құдай бере салған достарым, көрейік кіммен. Әрине, қате жауап үшін қолдарына электрошокер тағып қойдық. Проверка связи. Мынау кімдікі? Ай, болды. Мынау ше? Проверкасының жаңағы. Қайыр іштеңе білмеймін, бір чатсы ойын біткеннен кейін бар ғой. Екеуін екі қолын тағы ұрайшы біраз. Андай жайдан жай жоқ Жоқ, қате жауапқа ұрадым ол. Екеуміз дұрыс жауап бермесек, екеуміз күте ұрасың. Және де, білесіңдер, мен туралы факттардың сұрағымен оның нақты жауабы жазылғанда да ерде. Что етіп, мысалға бір сұрақ қоям. Мен мысалға бір чинаға жақтасып, чинаның жауабын қабылдай салмас үшін деп айтпас үшін нақты жауап бар. Мен жақтайтын. Может, мысалы, жоқ, мысалы деймін да, қазір Қайыржан жауабын қабылдай сал. Ой, кетші. Жаңа Қазақстан дамып. Сосын достар, бізде мынандай зат бар. Қайыржан екеуміздің арамызда спор болмас үшін кім бірінші бастады, сол бірінші жауап береді. Егер де мысалға бір сұрақ айтамын ғой, жауап білмей құр басып қалатын болсам, ол да толық рас. Басқан екен, жауап адамды шығырда. Қанша секунд береді жауап беруге? Секунд емес. Сразу жауап беру керек. Иә. Бастың жауабын айту керексің. Олайса міне, құрметті көрермендер, менде қолымда нақты сұрақ пен жауаптары тұр. Бұл жолы қағазға шығармадық енді, десек те телефоннан современный электронды ұра береміз. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Ал видеомызды бастамас бұрын құрметті көрермендер, сіздерге кішігірім жаңалық, яғни айтқанда бір егізбет арнайы сіздер үшін керемет бонустық сыйды дайындап қоюда. Оны алу үшін төмендегі бикликтің комментарий сілтемеге кіресіздер. Менің промокодымды жазып тұр келсеңіздер, алғашқы депозиттеріңізге 500% бонус берілетін болады. Ол болса баршаға сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Бізде әдеттегідей 20 сұрақ. 20 сұрақ. Дайынсыңдар? 20 рет ұрады қазір Қайыр. Ол болса алғашқысы. Мен бірінші ұрдым. Алғашқы тартыңдар қолдарды. Тартыңдар. Аралшы шейін. Сен бүйтіп отырсың ба? Бүйтіп отыр, давай. Алғашқы сұрақ, бастаймыз. Екеуіңнен кіммен бірінші таныстың? Менмен. Дұрыс. Мади! Жай, рандай, жай! Жалпы танысқанда общий таныстық қой, бірақ менімен бірінші араластың да? бірінші араластың. Жолдың наведнетпен тұрады, қасына бүйтіп отыр. Ой, оны романтика алмашы, бош, жаным аш. Love story. Келесі, екінші сұрақ. Сықолыңда. Мен қаттыр жеп, что-то. Терлеп көтесің ғой. Екінші сұрақ. Үшеуміздің достығымызға сұрақ қоймай жатыр. Қысыстап ал. Сұрақ қоймай жатты бастан тұр. Олай бар болды, енді ұрдың ғой, айтам салайын. Айтам. Мен тұрасы сұрақ қоймай болайын да. Үшеуміздің достығымызға неше жыл болды? Мен жаңа дайын болдым да жауап беруге. Айтам. 9 жыл. 10 жыл. Мен жыл енді болады. Мен жауап бердім, 10 жыл. Мен ұрып қойдым уже. 10 жыл. Жоқ, 10 жыл. 10 жыл енді 10 жыл. 2014-те таныстық, 2024 бітіп жатыр ғой. 10 жыл болды. Брат, біз 2014-те таныстық, сентябрь сабақ басталды ғой, енді 10 жыл болады. Мен жауабым дұрыс, Шинаның дұрыс. Мектеп сентябрьде ашылған жоқ? Болды, сентябрь болды. Сентябрь болған жоқ па? Дұрыс айтады. Неге тұрасың, мен не үшін? Мен не үшін тұрдым? Сен бірінші басып қойдың ғой? Сол үшін ұрды сен, сен үшін басып қойған үшін. Екі рет тұрды, қарасай. Жаңа Қазақстан достар. Кет, жалғастырамыз. Үшінші сұрақ. Мектептегі, енді үшеуміз бірге оқыған, мектептегі маған ұнамайтын апай. Аты айтпай қояқ, просто қай пәннен берген? География. Мен айтайын. Физика. Ұрды ма? Қолым тимей тұр ғой мынаны. Тұр, құдай ақ тұрады. Қатайық бәсе, тимей тұр ғой. Бәсе, басам жеді, эмоция жоқ. Айтым ғой, физика ғой. География апайда бар еді ғой. Физиканы айтайын просто. Жоқ, онымен біз ешнәрсе қойған жоқ. Ол мектеп ауыстырғысы келген, даже физика апай үшін. Бәрін білемін ғой мен. Не үшін ұнамайды? Ана бізге үш қоятын еді ғой. Еще достар, мен Чимгенске жаман шектететін короче. Біз ғана әбден біздің Чимгенске диалект сөздерге. Ана ма? Нұрсұлтанның мамасы ма? Айтпасай, родной. Атын атып түстемей қойық. Жалғастырамыз. Төртінші сұрақ. Менің фобиям. Баста. Мадиярдың фобиясы жылан. Дұрыс емес.
Тұра тұр. Осы жерде бар ғой, енді мен сөзім бөлдім. Енді сен ойланбай айта аласың. Мен баспай тұрайын. Мадиардың өзім мойындаған, пайге жылан деп ше. Негізінде. Неғып ұрдың? Жылан ғой, мен де сөйтіп ойлап отырмын ғой. Қазір өзін ұрамыз. Мысалы, біз басқа білмейміз, досым сен жыландан айтқансың бізге. Мен соны білемін. Енді фобия деген мен қорқатын нәрсе. Фобия деген тек жануарға арналмайды. Фобия жылан. Фобия деген қорқыныш қой. Иә, қорқыныш. Басқа мысалы аттракцион тана алмаймын ма? Бірақ сен біз жыланды ғана білеміз. Мен де ол да жыланнан қорқамыз. Неге? Өзімді түріне құдай тұр, брат, артыған емес. Мен де соны есімде де жыланнан қорқам деген. Болты қалдық жарайды. Жыланда бар негізі, бірақ бірінші очередте аттракцион тұрды по идее. Аттракцион, брат, ешқашан естіпеппін. Сен ше? Мен қорқамын еркек. Даже анау қарағаштан секіріп жүрсің ғой. Ол задание ғой, ол биіктік қой ол. Ол аттракцион деген бүйтіп жолқылайды же бүйтіп. Келесі сұраға қойшы. Ба? Бопты, давай жалғастырайықшы. Спорный, короче, спорный момент, жарайды. Мынаны да ұрсай. Мен де көреді. Бұл да ответ қайтармады ғой. Мен, наоборот, Мади сен қате ұрды ғой. Қате ұрды, бопты, сөйтіп қалады. Сенға ойып соңында біле тұрмыз. Қалай, жаман кетті қайтармады. 5-ші сұрақ. Мен қандай кино, фильмді көргенді жақсы көремін? Айта бер. Мадияр нені жақсы көреді? Боевиктерді жақсы көреді. Дұрыс емес. Жай. Комедия. Дұрыс. Қазақша және комедия. Екеуін бірін айтса да дұрысқа жаналады. Сондықтан да қайырдың жауабын қабылдаймыз. 6-шы сұрақ. Егер де мен осыдан 10 жыл алдын туылғанда қазір нешеде болатын шығар? 10-да болатын. Дұрыс. 10 жыл алдын туылғанда? Осы жылдан ба? Иә. Сен математикадан кішкене қатең бар ма? Логика 10 жыл алдын туылса, жасы нешеде болады? Осыдан 10 жыл алдын туылса болды. 10-да болады. Жалғастырамыз болса достар, бізде 7-ші сұрақ. Маған ұнайтын жануар. Дұрыс. Мен де білдім. Енді осыған басқа сұрақ. Маған ұнайтын емес, бірақ мен оны көмек тұтатын жануар. Жоқса? Келесі. Жауап бар ма? Жоқ, жауап бар. Жауап бармаса полетқа барады. Мен арыстан деп ойлаймын. Дұрыс емес. Қасқыр ма? Сері бол. Қасқыр, Қалай түпкілерді таптым орып жүрді, брат. Мен сол етерге айтуым керек. Таптым орып жүрді. арыстан Мен ол болмайды ғой. Жалғастырамыз. Келесі 9-ші сұрақ. Менің алғашқы махаббатым неше жастан? Ол айтпадым ғой әлі. Менің алғашқы махаббатым неше жасында басталды? Жоқ, сен ұрып дедің, сен бірінші ұрдың ғой. Тоғырып қойдық қой. тоғырып қойдың ғой үш болды ол. Бастауыштан кейін басталды 5-6 класста ма? Қателеспесем. 14 жасында. Сен білесің ғой, Тамыр? Брат, Сарыағашта махаббатым болған жоқ па не? Жоқ. О, тауық махаббат қой, алғашқы махаббат емес қой. Алғашқы махаббат сол ғой. Тауық махаббат деген андай ғой. Мен оны жақсы көріп сыртынан жақсы көріп жүресің, бұл жүрмейсің де қыз бен жігіт болып ше. 14 жасында қызбен жүрді. Мен дұрыс түсінбеппін. Олайса жалғастырамыз. Бізде 13-ші сұрақ. Маған ұнайтын суше. Оны жақсы білемін. Асу мята. Палуан. Тиіп тұр, брат. Бүйтіндеш, шын таптың. Неға өткіші сөзі қолын түсіп кетпейді. Қолы бүйтіп ұстайық партадағыдай. Партадағыдай сылыңдаршы, иә, о. Қарсы жалпақ қойшы. Келесі 10 сұрақтар арасында қиын да бар, оңай да бар. Жалғастырамыз. Келесі бізде 11-ші сұрақ. Өзіміздің группта менің екінші атым. Айта бер. Біздің группта? Иә. Кличкаң ба? Мен не деп айтасыңдар екінші атым? Блогер, Мади. Өздері андай да? Кличка ретінде қойып алған жандай. Мади деген сияқты ма? Мади деп айтамын. Қысқартылған ат қой. Лақап дейді, лақап ат деген. Прикол ұстап айтатын аттар. Мен білемін. Окей, Google. Мен не ұрып? Сенікі ма? Міне. Окей, Google ма? Қайыр? Мен қойған ақ болса. Өзім қой, өзім тұтқан қалай кетті. Келесі 12-ші. Легендарный сұрақ, иә? Мен үшін бұл өмірде екі ақ марка машина бар. Олар? Лада, екіншісі Toyota, бірінші таптым ғой? Жоқ, мен мен жауап беремін. Болды ғой, ответ қарды ғой? Біреуді таптым ғой? Болмайды бұл. Бірге айту керек. Екі сұрақ, екі машина деп. Лада ұрсай болды ғой? Лада, екінші спорткар ма? Жоқ. Мен білемін.
Лада Мерс. Палуан, бөлексің. Даже Мерстің гелигі ғой, чё там? Айның ма? Хал басым жетті. Арманы болу керек. Болмаса жалғастырамыз. Келесі бізде 13-ші сұраққа келіп қалыппыз достар. Осы уақытқа дейін мен неше машинаны түйдіңтедім и әлі істеп жатырмын. Бірінші машина өзінің Приора, Жигулиің, Ниваң, Вестаң. И 14-дің басын мен андектім. Мен де білетін, по бұл сұрақтың жауабы. Білмеген чейін өтірсің. Бірде бір сөмкасына түспеген. Келесі жалғастырамыз. Бізде 14-ші сұрақ. Аяғының размері неше? 41. Дұрыс. Келесі 15-ші. Мен де білетін. Мен жей алмайтын тамақ. Чина басты. Сен болың астында. Жей алмайтын тамақ па? Анау кішкентай кезінде неде көп жей берген. Не еді? Сен жауап беру керек тамақ. Босай, 1, Каша. 2, 3. Дұрыс. Гречка. Жоқ, каша. Екеуі де бар да, бірінші мынау жауап беріп. Бірақ еще мен қай кезден бастап не үшін екенін даже причинасын Сен айтып гречканы, жоқ, именно гречканы, каша деген жоқ, гречканы интернетте көп жеген да. 4 тамақ көршіне, 4 тамақтан жазылған. Бұл екеумізге дұрыс па? Бірақ бірінші жауап беріп қойды да. Болды, ұрдың ғой. Каша, гречка, борщ и перловка. Олайша жалғастырамыз. Бізде 16-ші сұрақ. Алғашқы машинамды Қай кезде алдым? неше жасында алдым? Алғашқы машина 20 жасында карантинде алдым. Тура карантин басталды апрельде. Апрель деп айтам. Приора брат сол кезде алған жоқсың ба? Жасың нешеде болды ол кезде? 19-да. Сен 20 дедің ғой? Жоқ, карантин Сен 20 дедің. Мен білем ғой. Айтып қойдың ғой. Бірақ білетінем, еркекше білетінем. Уақытына дейін айтып қой бірақ. Карантин 19-да апрельде. дұрыс. 20-ға толатын кезіңе. Бірақ бізде жас еді да важный. Жалғастырамыз. 17-ші сұрақ. Мен неше елде болдым? Так, Ташкентте болдым. 1, 2, Россия 2, 3, 4 елде болдым. Дұрыс. Жалғастырамыз достар, олайса 18-ші сұрақ. Бізде сонда баянып қалды. Турцияда болды, Россияда болды, Өзбекстанда болды. И Дубайда. Дубайда. Енді тағы нәрсе айтайын. Неге? Ұрсай? Неге? Ұрма, ай! Тольятти ше. Россия ғой? Россия ғой? Қара, Россия, Дубай, Турция, Ташкент. Ол төртеу екен ғой. Тольятти деп. Мемлекет, орын. Орын деп қояды ғой еще. Ұрғызым ақша соқсай дәдім қойды. Тольятти мемлекет. Россия білем ғой, бірге барған шығармыз. Олайса жалғастырамыз. Келесі бізде 18-ші сұрақ. Мына жерде нақты жауабы бар. Мен үшін барғым келетін патология. Таиланд екен. Не білем. Америка. Чё там? Америка көбісінің сондай шығар, может патология шығар барғысы. Маған да, Неге? Америка. Америка бәрі көргісі келеді ғой. Кішкентай кезімізде GTA көріп өстік. GTA ойнап көріп өстік. Майами ше анау. Қала жерге кетіп әсіресе осы GTA-дағы карталарға қалаларға барғым келеді ше. Қайсы? GTA Лос-Анджелес, Лас-Вегас деген. Вашингтон ше. Нью-Йорк ше. Вашингтонды. Монополия кеттің ғой сен тамыр. Таймс-сквер ше. Вашингтон деген қала ғой, астанасы. Монополияда қалалар кеттің ғой деймін да. Сондай 19-ші сұрақ достар бізде. Предпоследний сұрақ кетті. Ең соңғы екі сұрақ оңай. Кім бір жауап береді, соған повезло. 19-ші сұрақ. Менің Давай бит оқайықшы. Менің бойым қанша сантиметр? 187. Добрый жайт, баспады ма? Кім жасты? Мына бірінші бастыра дұрыс жауап берген 187 деді. Дұрыс емес. Мен айтам 176. Дұрыс емес. Енді 178. 180. 180. 176 деп қалай қортықтан да мен? 176 мен бойым ғой тамыр. Сен менің кішкене ұзынсың ғой. 180 қоямын? Дұрыс болды. 4 сантиметр. Кетті, давай. Жалғастырамыз, ол соңғы сұрақ. Менің салмағым қанша? Айт. 84. Өлшендің ғой? Не білем, 90. Дұрыс, балуан. Үйде өлшен кетесің ғой. Енді қазір енді амыр қанша дәлмеді, қазайшы? Баспай қабересің ғой, короче. Мен көп жауап бердім, стоп қойып даже жауап беріңдерші. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі видеомыз примерно осындай. Марки саған біле тұратынымыз бар ма? Да, қазір
Құрметті көрермендер, екеуінің осаққан үзбей қарап жатқан жандар кім көп сұраққа жауап берді? Жаза кетіңіз. Жауапты, иә. 99 ғой, әке пульт. Айбай! Кимей тұр. Неге 99 мен? Мен сені 35 мен ұрып жатырмын ғой? Бір-ақ рет тұрамыз ғой. Там маңғарсы. Сен аша ұрмайсың? Қып-қызыл тұр. Чина ұрады. Чина ұрады, давай. Точно сол ма? Жаңа Қазақстан көрдің ба? Чина ұрады. Қайран жаным асыр ма? Айбай! Қолыма тигіз дұрыс. Міне, тиіп тұр. Өтірік. Давай. Ааа, басар бесінші басыр. Еші қайта басады ғой, еші, ебо! 30 күн ұғытамын. Болды. Ақыр алды. Ондай ұмытпайсың, отамын. Алда құрметті көрермендер, осымен бүгін видеомыз тамам, сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен жеңдім. Кім жеңгенін подписчиктер айтсын, комментарий жаза кетіңіздер, кім көп сұраққа жауап берді. Осындай кереметтей контент бізге де ұнады, достар. Так что стопты қойып, лайк басып, обязательно подписаться етіңдер. Көбісін без подписки көреді екенсіздер. Қайран деп жазып кетіңіздер комментариямен. Чина. Видеоларда Чина. Толтырып тұрсаңдар, Чина. Ал достар, осындай кереметтей көңіл-күймен біздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.